Біз бүгінгі сабақта Джеймс Клир деген автордың Atomic Habits, қазақша айтқанда атом әдеттер деген кітабынан үзінді оқимыз. Оқу барысында сөздермен, сөйлем тіркестермен, сөз тіркестермен танысамыз. Сонымен бастадық. People often think it is weird to get hyped about reading one page or meditating for 1 minute or making one sales call. Алдымен сөздерді аударып шығайық. People деген адамдар, often жиі, think деген ойлау. Адамдар жиі ойлайды деп мына тіркесті жасаймыз. Адамдар жиі ойлайды. Ары қарай сөйлем жалғасады. Нені жиі ойлайтынын айтылады. It is weird to get hyped about дейді. Weird деген қазақшаға аударғанда бір түрлі немесе түсініксіз деп аударуға болады. Ал get hyped деген қатты тоқып кету, қуанып кету дегенді білдіреді. Сонымен адамдар жиі ойлайды, қатты тоқып кету бір түрлі деп ойлайды дейді. People often think it's weird to get hyped. Соншама қатты қуанып кету бір түрлі деп ойлайды. Ары қарай сөйлем жалғасады. Не туралы қуанып кету? About reading one page. Туралы оқу бір бет дейді. Яғни бір бет оқу туралы. Немесе, or деген немесе. Meditating for 1 minute. Медитация жасау бір минутқа медитация жасау туралы. Немесе, making one sales call. Жасау бір сату бойынша дегені, мынау сату дегенді білдіреді. Ал call деген қоңырау. Бір сату бойынша қоңырау жасау туралы соншама тоқып кету бір түрлі деп ойлайды. Яғни, бір ғана бет оқысақ, немесе 1 минут ғана медитация жасау, соған қуанып, соны бір мотивациямен жасау, бір ыңғайсыз бір түрлі ғой деп адамдар ойлайды дейді. Ары қарай. But the point is not to do one thing. Бірақ мәні дейді. Мен айтып жатқан жаңағы әдістің мәні деп автор айтып тұр. The point is бір затты жасау емес дейді. Яғни бір ғана затты жасау емес. The point is мәні дейді. Ол әдістің мәні is to master the habit of showing up. To master деген шеберлікке жеткізу деп аударсақ болады. Habit деген әдет. Ал show up деген бұл тіркес қазақшаға аударғанда көріну дегенді деп аударылады. Яғни біз әдеттің көрінуін шеберлікке жеткізу қажетпіз. Яғни әдет күнде көріну қажет. Күнде бір бет кітап оқылса, сол кезде әдет көрінеді дейді. Яғни мәні соны шеберлікке жеткізу дейді. Ары қарай. The truth is, a habit must be established before it can be improved. The truth деген шындық. Шындық мынада дейді. The truth is, әдет must be established. Must be деген қажет дейді. Must be деген керек, қажет деп аударылады. Establish деген орнату. Ал мұнда passive voice-та қолданылып тұр, сондықтан да әдет орнатылу қажет. Before it can be improved. Осы әдет, мынау жақсарту деп аударылады. Жақсартылардан алдын, жақсартылардан бұрын ол орнатылу қажет. Шындық осы дейді. Яғни біз әдетті орнату қажетпіз дейді. Оны бірден жақсарту қажет емес, оны біз орнату қажетпіз дейді. Ары қарай. If you can't learn the basic skill of showing up, then you have little hope of mastering the finer details. Мына жерде біз екі сөзді білеміз. Show up деген көріну, master деген шеберлікке жеткізу деп аударсақ болады. If you can't learn the basic skill of showing up. Егер сен learn деген үйрене алмасаң, you can't learn. Сен үйрене алмасаң, нені? Basic, негізгі дағды, skill деген дағды, негізгі дағдыны. Яғни әдетті көрсетудің, оның көрінуді көрсетуді сол дағдының өзін үйрене алмасаң, онда then you have little hope. Сенде аз ғана үміт бар дейді. Аз ғана үміт бар. Қандай үміт? Mastering the finer details. Одан да майда детальдарды шеберлікке жеткізуде сенде аз ғана үміт бар. Яғни саған бірінші негізгі
мына әдетті көрсетудің, сол әдеттің күнде көрінудің негізгі дағдысын үйрену қажет. Сосын барып қана оны шеберлікке жеткізіп, майда детальдарына дейін үйрене аласың дейді. Instead of trying to engineer a perfect habit from the start, do the easy thing on a more consistent basis. Осы сөйлемді аударайық. Instead деген орнына дегені. Trying деген тырысу. Инженер деген бізге таныс. Инженер деп аударылады, егер зат есім болса, ал етістік болса құрастыру деп аударсақ болады. Perfect habit кемел, күшті әдетті from the start басынан бастап құрастыруға тырысудың орнына дейді. Do the easy thing жеңіл жаңағы зат жаса, жеңіл нәрсе жаса дейді. On a more consistent basis. Consistent деген жүйелі немесе тұрақты деп аударсақ болады. Яғни тұрақты түрде, тұрақты негізде, көп тұрақты жаңағы more consistent жүйелірек негізде жеңіл нәрсені жаса. Яғни жеңіл нәрсені сен күнде қайталап жаса, бірден оны әдетті күшті қылып жасаудың орнына бірінші нәрсе жеңіл нәрсе жаса дейді. You have to standardize before you can optimize. Have to деген тіркестің аудармасы қажет деген сөз. Саған стандарттау қажет before you can optimize. Сен оптимизация, яғни ол әдетті тиімді жасаудан бұрын сен оны стандарттау қажетсің дейді. Сонымен автордың бұл жерде айтып тұрғаны, әдет бірінші орнатылу қажет. Жеңіл нәрсе жаса, бірден қиын нәрсе жасама, бірінші стандартта, сосын барып оны жақсарт деген мағынадағы бұл айтылып тұрған мәтін. Сонымен біз осы сабақта бірнеше ағылшын тіліндегі сөзбен, сөз тіркестермен таныстық. Ағылшын тіліндегі сөйлем қалай құрылатынын көрдік және аудармасымен таныстық.